Қайырлы күн, достар, бизнес серіктестер. Енді дайындық чатында қазақ тілді мен танитындарыңыз бар, танымайтындарыңыз бар, сондықтан өзімді кішкене таныстырып өтейін. Есімім Майра Орынбаева болады. Енді мынау Global 21 бизнес жүйесін 2 жылдан бергі уақытта негізін қалауға атсалысқан көшбасшыларының бірі болам. Жалпы біз Тиньши компаниясымен бірге жұмыс жасайтынымызды білесіздер. Яғни Тиньши компаниясының тауар айналымын ұйымдастырып, табысқа қол жеткізіп отырған кәсіпкерлеріміз. Енді мен өз басым бұл компанияға жалпы жүйелі маркетингке, денсаулыққа байланысты келдім. Денсаулығыма байланысты өнімді тұтындым. Керемет нәтижеге қол жеткіздім. Нәтижем жайлы YouTube каналында толығырақ мәлімет бар. Осылайша нәтижеге қол жеткізе отырып, Тиньши компаниясының тауар айналымын ұйымдастыра отырып, яғни жоғары сапалы, брендовый дейміз ғой, осындай өнімнің тауар айналымын ұйымдастыра отырып, табысқа қол жеткізуге болатындығына көзім жетті. Және маған мысалы бұл бизнесте ең ұнағаны, бұл бизнесті бала-шағаңа мұраға қалдыра алатындығым. Міне осылайша өнімге келіп, нәтиже алып, маркетингке сәйкес әрекеттер жасаған кезде бұл компаниядағы менің жетістігім, біріншіден ең жоғарғы сатыға көтерілдім, 8 жұлдыз дистрибьютор ретінде, және әрбір карьералық сатыда қосымша премияларға қол жеткізіп отырдым. Яғни айлық табыстан бөлек компанияның жаңа ұсынып отырған мотивациялық бағдарлама дейді. Осы бағдарламалардың жеңімпазы атанып, енді жеке-жеке айтпай қояйын, жалпы сомасы миллионнан астам премияға қол жеткіздім. Және бұдан бөлек компания есебінен бірнеше елде саяхаттадым. Мысалы, Тиньши компаниясына келгенге дейін, әрине мен шетелде саяхаттау мүмкіндігі болған жоқ менде. Ал бұл жерде жасаған жұмысыңның нәтижесін компания саралай отырып, осында керемет саяхаттайтын мүмкіндікте сыйлайды. Міне, және бұл бизнесте бүгінге дейін мына Global 21 бизнес жүйесін қолға алып, мынау сіздерге ұсынғалы отырған дайын алгоритмге қол жеткізгенге дейін әрине мен ескі әдіспен жұмыс жасадым. Ол әдісті әрине ешкім жоққа шығармайды. Бұл енді классикалық әдіс. Жалпы жүйелі маркетингте әрине табысқа қол жеткізу үшін команда құрасыз, бұл жерде жүйе құрасыз, сет дейміз. Міне осы команда құру үшін әрине бұл жерде таныстар тізімі жасалады. Мен осы уақытқа дейін, мысалы 5-ші карьера сатысына шыққанға дейін таныстар тізімімен жұмыс жасадым. Таныстарыма, кластастарыма, құда жекжатыма, туысқаныма осы компанияның өнімі жайлы ақпарат бере отырып, тауар айналымын ұйымдастырып, осындай жетістікке жеттім. Бірақ енді бұл классикалық әдістің әрине теріс тұсы да бар. Мысалы, маған ең ұнамайтын тұсы бұл осылайша тізіммен жұмыс жасап, телефон шалып, таныстарыңа оларды офиске ақпарат беруге шақырған кезде, кей кездері офисте азаннан кешке дейін сол шақырған адамдарды күтумен уақытым өткен күндер болды. Әрине сол кезде мен өзіме ренжейтінмін, ақпаратты дұрыс бермедім деп, шақырған адамдарыма ренжейтінмін, осындай керемет мүмкіндік жайлы неге ақпарат олар естігісі келмейді деп. Жалпы мынау жүйелі маркетингте долларовый миллионерлер, енді біздің Қазақстанда мысалы теңгелік миллионерлер де есепсіз көп, біздің Тиньши компаниясында мысалы долларовый миллионерлер де бар. Мне осындай ақпаратты көре отырып, біле отырып, неге адамдар келмейді бұл бизнеске деп, жаңағы неше түрлі сұрақтар мазалайтын тұғын. Міне бүгінгі таңда менің даусымды естіді деп ойлаймын, менің жанды сұрақтарымды естіді деп ойлаймын. Бүгінгі таңда Global 21 бизнес жүйесі аясында біздер дайын алгоритм жасап шығардық. Бұл дайын алгоритмнің керемет тұсы, әрине бұл алгоритмді сіздерге ұсынбас бұрын біз өздеріміз тексеріп көрдік. Global 21 бизнес жүйесінің көшбасшылары өзіміз пайдаланып, тұтынып, алгоритмге сәйкес әрекет жасағанда менің таңғалғаным, мысалы біз тізіммен жұмыс жасаған кезде
бұл ақпаратты қабылдауға, жүйелі маркетингте жұмыс жасауға дайын адам бар, дайын емес адам бар. Бәрін жаңа тізім бойынша шақырып, солардан біз іріктейтінбіз. Дайын адамдар қалып, дайын емес адамдар кетіп жататын. Ал біздің алгоритмге сәйкес жұмыс жасаған кезде менің өз басым таңғалғаным, бизнеске дайын, ақша керек, табысқа қол жеткізгісі келетін, бұл бизнесте аяғынан нық тұрғысы келетін адамдар өздері сұранады командаңызға. Сіздің командаңызға қосылайын деп едім, мен де табысты болғым келеді деген жаңағы заявкаларды қабылдадық. Енді бұл алгоритмге кішкене тоқталатын болсақ, бұл алгоритмнің керемет тұсы, сіз үйде отырып пайдаланасыз бұл алгоритмді. Бұл алгоритмді мектеп жасындағы оқушыдан бастап, мынау интернеттен еш хабары жоқ зейнет жасындағы адамдарға дейін пайдаланып табысқа шыға алады. Табыс деп отырғаным, алғашқы табысыңыз мысалы бұл алгоритмге сәйкес істегенде 15 000 теңге болады ма, 50 000 теңге болады ма, 100 000 теңге болады ма, әрине ол сіздің әрекетіңізге, таңдаған картаңызға байланысты. Бұл жайлы қосымша ақпараттар береміз. YouTube каналда қазақ тілінде карталар жайлы видеоматериалдар бар. Осы чатта осы видеолармен әрине жұмыс жасаймыз. Яғни бұл алгоритмнің жеңілдігі сонша, айтып отырмын ғой, мектеп жасындағы оқушыдан бастап зейнет жасындағы адамға дейін жасай алады. Және ең қызығы, бұл алгоритмге сәйкес сіз жұмыс жасағанда сіздің таныстарыңыз, туысқандарыңыз сіздің бұл бизнесте жүргеніңізді білмейді де. Яғни осындай керемет алгоритм. Енді бұл алгоритмді сіздер қолдарыңызға екінші чатқа өткен кезде аласыздар. Екінші чат бізде алгоритм чаты деп аталады. Алгоритм чатында сіздерге дайын алгоритм. Алгоритм деп отырғанымыз бірнеше видео, бірнеше сатыдан тұратын ақпарат. Сол видеоларды көріп, сол видеоға сәйкес әрекет жасаған кезде сіздің командаңызға жаңағы қосылатын дайын адамдар өздері келе бастайды. Сондықтан бұл дайындық чатында көп ұзақ отырудың қажет жоқ сіздерге. Жылдам әрекетке көшіп, алгоритм, яғни екінші алгоритм чатына өтулеріңіз керек. Енді бұл дайындық чатында әрине сіздерге жалпы Тиньши компаниясы жайлы ақпарат береміз. Жаңағы маркетингке сәйкес видеолармен таныстырамыз. Яғни бұл бизнеске келгеннен кейін әрине сіздер жаңағы 4 картаның бірін жабуларыңыз керек болады. Сондықтан сол карталардың қайсын таңдайсыздар, қай картаны жауып, қандай табысқа қол жеткізгілеріңіз келеді. Жылдам табыспен жаңағы жылдам табысқа қол жеткізгіңіз келе ме, жоқ әлде асықпай жаңағы жүзбевейлік қола картадан бастайсыз ба? Міне осы нәрсенің бәрі осы дайындық чатында іске асады. Енді жалпы Тиньши компаниясына қысқа тоқталатын болсақ, бұл енді халықаралық нарықта аяғынан нық тұрған компания. Бүгінгі таңда әрине сіздерге мысалы екі жағынан да тиімді тұста келіп отырсыздар бұл бизнеске. Жаңадан келген әріптестерге айтып отырмын мен. Компания бүгінгі таңда дамудың 3-ші сатысына көтеріліп отыр. Бұл сатыға сәйкес бір емес 9 бағыттан табысты болатын мүмкіндік. Яғни мынау Майя платформасын компания қолға алды биыл. Майя платформасы деп отырғанымыз адам ретінде кез келген тұтынуыңыздан компания, яғни кез келген тұтынуды осы Тиньши компаниясы арқылы жасай отырып, сіз әрбір шығыныңыздан, әрбір сатып алуыңыздан табыс тауып отырасыз деген сөз. Ол тамақ болады ма, ол киім-кешек болады ма, ол бала шағаңыздың ойыншығы, бытовой техникасы, мебелі болады ма. Яғни Майя платформасында дүние жүзінің брендовый компаниялар отырады, және солардан алатын затты біз әрине Тиньши компаниясындағы тіркелген ID номеріміз арқылы алып, қосымша бонусқа қол жеткіземіз. Ол бонустарды да сол Майя платформасында ақшаға айналдырып, яғни кез келген затты қосымша сатып алатын мүмкіндік. Сосын мынау эмпирический центр ашылды Алматы қаласынан. Эмпирический деп отырғанымыз бұл тәжірибе жүзінде тұтынып көретін деген мағынада. Эмпирический деген сөзінің тікелей мағынасы. Яғни ол жерде сіз мысалы офисте өнімді пайдаланып тұтынып көре алмайтын болсаңыз, ал неде эмпирический центрде мысалы кремдердің бәрі ашық тұрады, түрлі
аппараттар бар, денсаулығыңызға жаңа диагностика жасайтын, сосын жаңа бьюти рум деген бар, мысалы косметиканы, анау бетке массаж жасайтын Сильварис аппаратты, соның барлығын сіз тұтынып көре аласыз, емесе сіздің шақырған жаңағы қонағыңызға сол нәрсенің бәрін көрсете аласыз. Мына эмпирический центр бұл жаңа дамудың үшінші сатысының алғашқы қадамы деп есептеңіздер. Бұнда эмпирический центрді компания дүние жүзі бойынша 3 миллионға дейін ашуды жоспарлап отыр. Дүние жүзі бойынша 4-ші эмпирический центр осы Алматы қаласынан бір санаулы 2 айдың ішінде ашылды. Яғни осындай қарқынмен алдағы 4-5 жылда дүние жүзінде 3 миллион осындай эмпирический центрдің ашылатынын компания президенті жаңа нық сеніммен айтып отыр. Сондықтан әрине бұл сіздерге керемет мүмкіндік, және ең жаңағы мүмкіндіктің зоры десек болады енді, мынау алгоритм. Бұл алгоритмге сәйкес сіз мысалы ойнап жүріп, қандай мағынада, мысалы негізгі жұмысыңыз болса, негізгі жұмысыңыздан кейін кешке 1,5-2 сағат уақыт бөліп алғашқы табысқа қол жеткізе аласыз. Егер сіз мектеп оқушысы болсаңыз, күнделікті күнара 1,5-2 сағат уақыт бөліп табысқа қол жеткізе аласыз. Сіз зейнет жасындағы интернеттен еш хабар жоқ, мысалы инстаграмнан еш хабар жоқ бизнес серіктес болсаңыз, соның барлығын біз жаңағы пошагово үйретіп көрсетеміз. Бұл жүйе, жолға қойылған жүйе, кез келген сұрағыңызға жауап ала аласыз. Сондықтан жылдам әрекетке көшіп, алгоритм чатында кездескенше.